Ассалаумағалейкум. Кім жіберді сіздерді? Сен кім боласың? Мен Асыл боламын. Асыл? Иә. А? Кім жіберді Алмаға? Мен өзім келіп отырмын. Қалай өзім келіп отырмын? Ұрлық жасауға келіп отырсыз ба? А? Ұрлық жасауға келіп отырсыз ба? Адам жасаушы ма? Енді кім жіберді? Алма берем деп кім айтты? Алма берем. Управляющим деп бір жігіт айтты ғой. Кім деген аты? Не үшін түсіріп жатыр сен мені? Аты кім? А? Аты кім? Я білмеймін, осы жерде келем, күттермін, күттермін. Аты кім? Айтсашы. Қазір келеді ол. Номері бар ма звонда? Звондаймыз. Милицияға беремін сендер. Не үшін? Кім берді сендерге алманы? Кім алып та алма, қайсы алма? Алайын деп келдің ғой сен. Звондады ғой маған. Күттірма, қазір келеді ол адам. Кім деген адам? Я білмеймін, қазір келеді. келеді. Сөзден секіріп жатсың, звондасашы серігіңе. Управляющий ма кім ол? Білмеймін, управляющий. А? Жан не үшін түсіріп жатсың оны сен, açık. Енді ұрлап түттіңдер ғой алманың бәрін, ұрлап жатсыңдар. Мен ұрлағам жоқ, бірінші рет келіп отырмын. Енді айтсашы, кім жібергенін айтсашы, маған басқа ештеңе керек керек жоқ. осы жерге болды. Звонда келсін. Ассалаумағалейкум. Серіксіз ба? Кім болып істейсің? Жүрші. Алма берем деп сіз ба айтып жүрген? Мына жігітке? Алма берем деген. Қалай? Осы жерде екіде кездесейік. Алма берем 4-5 жылдық деп айтыпсыз ғой. Жоқ, өйтіп айтқан. Кім болып жұмыс істейсің да? Жұмыс рабочий болып. Қандай организацияны? Көлсай ма? А? Кім рұқсат берді сіздерге алма алуға? Алма алып атқан жоқ. Әкімшілік берді ма? Ешкім алма берген жоқ. Айтсашы, бауырым, атың кім дедің? Алма берем деп айтты ма? Жоқ, осы жерде алмалар бар деді. Стосқа кетіп жатыр деді үйлерде. Сенен келген себебім сол, жөнін сұрастым, сөйтсем бар осы жерде. Барсаң береді деген сұрақ келген сол. Сіз неғып енді отрицать етіп тұрсыз? Берем депсіз ғой. Мен бәрін қазып берем деп айтқан. Кім болып жұмыс істейсіз мұнда? Көлсайда рабочий болып, Тескен суда тұрасыз ба? Қанша алма түп алдыңыздар маяқтан? Біз алма алған жоқпыз. Қалай алған жоқсыз? Неге алдық? Водокачкаға алдық. Қанша түп алдыңыздар? Кім рұқсат берді оны? Ешкім рұқсат берген жоқ, бастықтар жүрек апарып орнатты. Жоқ, бастық кім? Атын айтсаңшы. Осы жердің бастықтары. Көлсайдың бастығы ма? Оларға кім рұқсат беріпті? Оны білмеймін. Бұл алманы мен егіп 5 жыл қарағанымды білесіздер ме сіздер? Иә. Тегін жатқан алма ма не бұл? Білмеймін, о жағын кім мына жерде қазып жатыр ғой, кім қазып жатқан мен шаруам жоқ. Кім бастықтарыңыз кім сіздердің? Бұл жерде бастықтар көп. Ардагер ма? Ардагер де бар, иә. Сол ма айтып жүрген? Водокачкаға апарып егіңдерді? Иә. Ардагері? Сәлеметсіз ба? Неғып алмаларды қазып атсыз түсінбедім. Аха, түсіріп атырмын. Сіз кім боласыз? Сізге неғып қазып атсыз? Қараңыз бері. Неге бетіңізді тығып атсыз? Ha? Не құқығыңыз бар? Иә, не құқығыңыз бар деймін да? Ha? Кім боласыз сіз? Мен осы жерде істеймін. Кім болып істейсіз? Мен осы суды тартып жатырмын. Ha? Судың бұл алмаға қатысы қанша? Үкіметтен сатып алған жоқпыз ғой біз. Ha? Үкіметтен біз алған жоқпыз ғой. Түсінбедім. Жоқ, неге қазып алып жатсыз? Түсінбедім бұл алманы. Бұл алманың иесі бар ғой, білесіз ба? Ha? Кім иесі айтыңызшы? Біз иесіміз. Сіз кімсіз? Сіз неге қазып аласыз? Сіз кімсіз айтыңызшы бірінші. Асыл? Кім, қай үйде тұрасыз? Міне мына үйде. Депутат кісінің әйелсіз бе? Ha? Дәулет кісінің әйелсіз бе? Дәулеттен Жоқ. Кімсіз? Асылдың әйелі. Асыл деген Дәулеттен кісінің інісі болды. Иә. Мен Дәкеңді танимын сіздің, Дәулеттен кісінің. Жоқ, танисыз, танымайсыз. Сіздің рұқсатсыз неге қазып аласыз бұл алма? Так, ауыл әкімнің орынбасары Динара Төлеген қызының қабылдауында отырмын. Сағат 10-ға әкім шақырған, бірақ әкім қабылдамай жатыр. Динара Төлеген қызы мені бүгін ауданға арыз шағым түсті дейді, бірақ түскен арыз шағымын көрсете алмай отыр. Динара Төлеген қызы, көрсетіңізші маған түскен арыз шағымды. Тіркелген арыз шағым ба? Тіркелген арыз шағым жоқ. Не үшін шақырдыңыз онда? Не үшін шақырдыңыз? Неге сіздің мердігерлер ауылдағы алмалардың көшеттерін ұрлап жүр? Менде видео, фото материалдар бар.
Неге оларды қадағаламайсыздар? Қазір бәрі жиналыста отыр. Жиналыстан кейін шыққаннан кейін мы разберемся. Әкім қайда? Әкім шақырды, мені қабылдасын қазір. Мен кірем қазір оған. Пожалуйста, Сәлеметсіз. Қаш кетті ма? Ау, әкім қайда? Әкім мені шақырады, бірақ өзі қашып кетеді, қабылдамайды. Тұра тұршы, бір минут тұра тұршы. Қашан келеді, қашан кездесеміз әкім? Звондаңыз. Әкімге звондаңыз. Я не могу напротив сказки. Звондаңыз әкімге, келсін, мені оңға шақырды ғой, қабылдамаймын. Кездесуге кетті. Кеше Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жолдауын естідіңіз ба? Халыққа ашық болу керек, естуші мемлекет болу керек, дұрыс па? Қазақстан Республикасы естуші мемлекет қой, дұрыс па? Слышащее государство. Почему вы меня не слышите? Звондаңыз әкімге. Әкімге звондаңыз. Бүгін 17 наурыз 2022 жыл. Мынау Көлсай компаниясының базасы. Анау жерде міне көшет ағаштар егіліп тұр. Ақшедегі поледан алынған ағаштар, мердігерлер ошақтан алған. Анау жерде міне көрсеңіздер. Мына забордың бойымен егілген ағаштар. Алыстан да көрініп, мұнда адам жоқ екен, кірейін десем. Мына алма көшеттерінің қиындылары обрезка жасаған болу керек. Жаңағы Көлсай компаниясы, мердігерлердің. Анау забордың бойының бәрі ағаш, байқасаңыздар, егілген. Забордың бойы толған ағаш. Ағаштар егілген. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Ардагер ме екен? Иә, ардагер. Ардагер қалай жағдай? Жақсы, өзің қайсың? Болады ақырындап. Ардагер, ана алмаларды алып жүр екенсіңдер ғой сендер? Түсінбедім. Алмаларды қазып алып жүр екенсіңдер ғой деймін да. Қашан? Водокачқа апарып егіпсіңдер ғой. Ол не космосқа кеткен жолдың бойындағы алмалар. Кім рұқсат берді оған? Кім рұқсат берді? Аха. Міне полиция қызметкерлерімен келіп, алмаларымыз, ұрланған алмалар міне Көлсай водокачкасының